Бұл нақты ақпарат қой, президент. Мен сізге айтып нақты ақпарат, сол арыз түсіріп, мен өзі осы айтқан сөзіме басымен жауап беремін. Қалай деп атайтын болды бұйырса? Құдай қаласа, біздің ұсыныс. Иә. Желтоқсан көтерілісі мәртебесі және ұлт батыры даңқы. Бұл ол жерде медаль, орден, барлық мәселелер сол жерде қаралады. Сол себептен мәртебесі бар даңқты адамдар болады. Бұл біздің желтоқсандықтар. Қанша адам деп жаздып алды Назаров, есіңізде қаласаңыздар, содан сұрап звондап біле аласыздар. Назаров Ерғали деген, бұрында ген прокурорды істеген екен, қазір Тоқаевтың жеке қабылдауына жауапты адам, кеңесшісі. Сол кісі қабылдады, 4 сағат сөйлестік. Сол жерде 30 мың бізде қазір желтоқсандық сол кезде болғандардың саны. Қазір 5 мыңы тіркеліп қоғамдық ұйымдарда және басқа жерлерде өзін танытты. Иә, мен осында мен желтоқсанға қатысқанмын деп. Ал үндемей сөйтіп отырғандар да бар. Соқсанға қатысқан көп кісілер қазір үкіметтің қатты қарамағында, біліп қойыңыздар. Олар бізбен жұмыс істеп отырып, сол жақта көптеген біздің мемлекеттің, әсіресе қазақтың мүддесін, ұлттың мүддесін қорғап отырған солар. Солардың арқасында мемлекет болып отыр. Оларды айту, жариялау өздері айтпаса бізге қиын, айтуға болмайды. Олардың болашағына балта шабамыз. Анау біздің кейбір желтоқсандықтар сен андайсың, сен мұндайсың деп біріне-бірі жаңағы обвинение жасап, талай елдің алдына балта шапты. Үйтпейміз біз. Біз осы 2 жылда Қайрат Рысқұлбековтың өте биік стелла, ескерткіші қойылады. Алматы қаласы жаңағы Назарбаевтың үйін жағып тастады ғой күні. Соның орнындағы сол жерге қойыңдар. Бүкіл алаңды Досаев Елисейский поля жасаймын дейді. Елисейский поляны ертең неге түрмеге отырасың, сол жақта істейсің, кім Досаев. Сондықтан бұл жерде желтоқсандықтардың стелласы тұрады. Өте биік Қайрат Рысқұлбековтың жүзі, басы міне. Басы бар, себебі оны халық қаһарманы деп қазір соның жүзін пайдаланып жатыр, иә? Ал мына жағын бәрін система жеп қойған. Ол үлкен, мысалы айтайық, жаңағы Мұржа сияқты өте үлкен біздің терегіміз, біздің бай терек дейікші, желтоқсандықтар. Соның барлығы барда денесі түгел былай. Ал мына жағын бәрін система жеп қойған, сондай ескерткіш. Ал одан кейін артында біздің ұлт батырлары, Ләззат Асанова, біздің жаңағы кім басқа жігіттеріміз жетеу ғой өздері, солар. Солардың ескерткіш сондай үлкен, керемет, монументалдық ескерткіш салу туралы сөйлесіп келістік. Мен арызын түсіріп өз қолымнан жаздым. Бұрында баяғыда талай жазғанбыз, ол қағаздардың бәрін пайдаланып кеткен. Білем, оны пайдаланып, кім ақша алып жатыр, қандай ақша алынды, кім қаншама желтоқсанмын деп, олардың ақшасын жеп қойғандардың барлықтары бізге белгілі. Оларға бөлек арнайы комиссия іс қозғайды, қылмыстық іс, өтірік жегендер үшін. Сондықтан енді ол басқа мәселе. Марапаттау мәселесі біздің алдымызда тұр. Сондықтан 40 жылдыққа үлкен Ержанды білесіңдер өздерің. Ұзақов, соның қолында алып баратқан қыз тұрады. Ол қыздың ескерткішін музейге апарып қойдық. Сол музейде тұрған ескерткішті солда біздің жаңағы алаңымызда тұратын болады. Ол осы бүкіл ескерткіштердің бәрін мәңгілік ел несін жасаған Сембіғали деген біздің скульптор бар. Сол жасайды. Солардың барып Астананың архитектура жаңа сәулет художниктар жаңағы орталығына барып сол жерде атын ұмытып қалдым, сол басшысы бар, бәріміз отырып жиын жасап, солар осының бәрін жазып алды. Қазір олар дайындап жатыр. Ол дайындаңдар деп жатқан себебіміз біздің орталық музейдің басшылығымен, Алматы қаласының мәдениет басшылықтарына айтып, ол жерде Айгүл деген керемет көрмені жүргізген азаматша қызымыз бар. Соның кейін Бостандық ауданының әкімінің орынбасары мәдениет жағынан сол кісілер қолдап, солардың арқасында соның бәрін мен жеткіздім. Жаңағы Назаров Ерғалиға, Тоқаевтың көмекшісіне. Сіз менімен Тоқаевпен сөйлесіп отырғандайсыз деді. Мен жарайды дедім, онда міне ал. Осын жасайсың. Біріккен ұлттар ұйымының төрағасының орынбасары болған адамсың. Қара, Ержан жарақатталған қызды демонстранттардың жағында ұстап тұрған кезде біз демонстранттар былай қалдық. Арғы бетте бізді соққан әскерлер мен ДНДшниктер тұр. Сол кезде айғайлап, человека убили, убийцы деп айғайлап бүйтіп қойған кезде, нанасыздар ма? Орын адамдармен мыналар жан-жаққа жол ашып, ортаға Қызыл Крест, Біріккен ұлттар ұйымының адам бірінші шұғыл жәрдем беру
бізде пактісі бар, адам пактісі. Соның несі бойынша біздің сол кездің өзінде Қонаевтың беріп кеткен жасап кеткен бүкіл халықаралық демократиясын көрсетті. Скорый помощь дейді орысша, қазақша жедел жәрдем кіліп мынау қызды алып кетті. Сондықтан ол қыз аман. Ол қыздың атын Роза деп естідік, енді көреміз, іздейміз оны, табамыз. Бірақ бұл көзі бір жақ көрмей ғана екен, ничего. Зато бас аман ғой.